Кайырлы кеш, құрметті балдарыңдар. Бүгін бізде визитка жарысы болды. 5-ші ауысымның жалпы қай топ үздік, қай топ ерекше, қай топ ұйымшыл топ алғанын қазір баршамыз бірге осы бүгінгі визитканы қорытындылайтын боламыз. Бізде бірінші топтың ұйымдастырушы ұстазы Краш ағай. Және де екінші топтың ұйымдастырушы ұстазы Айжан апай, және де Досымжан ағай. Я Досымжан ағай. Және де үшінші топтың ұйымдастырушы ұстаздары Аю апай, және де Ақбота апай. Және де төртінші топтың ұйымдастырушы ұстазы әлемге белгілі Ер ағай. Және Автомат апай. Ал енді құрметті младший топтың вожатыйлары старший топқа бөлек түсіреміз. Сіздермен бөлек түсіріп жатыр. Түсінікті ғой, иә? Қазір бір-бірлеріңізден ойбай жүрегіне алып қалған жер, көңіліне алып қалған жер емес. Ұнаған жерін айтасыздар, ұнамаған жерін, мына жер что-то болмайған сияқты деп айтасыздар. Түсінікті ғой? Реакцияларыңызды білдіріңіздер. Түсінікті? Олай болса бірінші топтың неге тоқталайық. Ал енді құрметті младший топтың ұйымдастырушы ұстаздары, көрдіңіздер, бұл тек қана бүгінгі визитканың бірінші тобының әні ғана. Көрдіңіздер, амандасу керемет өтті, ұраны күшті болды. Ал енді әнінде не қателіктер болды? Ал енді Егін ағай, Краш ағай, жалпы бұл әнді, жалпы визиткаңызға өзіңіз тоқталып өтіңізші, өзіңіздің визиткаңыз өзіңізге ұнады ма? Иә, енді өзім кішкентай ең отряд балдарында ең кішкентай отряд болғаннан кейін өздерінің жас ерекшеліктеріне сай детскерісінде түсірілген болатын барлығы да. Көп младшийда, первыйда тұрмағандықтан шығар, может, еркеліктері, кішкене дауыстары жетпей қалған мүмкін, бірақ басынан алып қарайтын болсақ, өте жақсы өтті, өзіме қатты ұнады. Одан кейін сізде младший бірінші топтан тек қана 7-ші класстар қабылдаймыз ғой. Сізде 4 және 5-ші класстың балалары болды дейді. Рас па? Иә, ол рас. 4-ші класс, 5-ші класс кішкентай балалар, бөпе балалар бар ғой. Көтеншік, нағыз көтеншіктер келген мама. Жалпы ұнады ма тобыңыз өзіңізге? Әрине ұнады, иә. Ұнады ма сіздерге де? Ал енді екінші топтың ұйымдастырушы ұстаздардан сұрайық. Бірінші топтың визиткасы жалпы қай жері ұтымды болды, қай жері ұтымсыз болды? Амандасу ұрандары өте жақсы болды. Әнде енді балалары амандасуға ұранға көп күш сапқан соң ба, әннен кішкене айта алмай қалды. Сол жағына минус болды деп ойлаймын. Ал басқа кезде негізі визиткасы өте күш топқа сай, әдемі керемет болып өтті деп ойлаймын. Өз ойым. Өз ойыңыз керемет екен. Жалпы ұнады ғой сізге? Иә, ұнады. Болды, есімше Краш ағай сағат визиткасын. Ал үшінші топтың ұйымдастырушы ұстаздары. Біләсе қатырана соғытсыздар ғой. Сіздерге не дейсіздер жалпы бірінші топтың визиткасына? Бізге өте қатты ұнады. Өздеріңіз жауап берсеңіздер. Маған өте қатты ұнады. Жас ерекшеліктеріне сай, қылықтары да әдемі болып тұрды. Дауыстар кішкене шықпай қалды, болды, басқа ештеңе етпейді. Сіз Кәләне апай? Мен көрген жоқпын.
амандасуы. Ялып тұрған түрі бар. Ой, көрермендеріңіз Достар, бізде екінші топтыққа. Ал, екінші топтың қай жері ұнамды болды? Крашаевсынан бастайықшы. Түсірдің ба? Екінші топ енді өзімнің көрші отрядым. Бұлай көрдік, басынан визиткасынан болсын, дайындық кезінде, репетиция кезінде көріп отырық қой. Бұл жақсы, негізі қарап тұрсақ, атрибут жағынан да басымдырақ, өздерінің арасындағы тишкалары ұнады. Балалардың дауыстары да шығып жатты, өте жақсы, маған ұнады. Ал, соңында бір ұйқым келіп отыр ма? Жалпы құрметті ұйымдастырушылар, бұл екінші топ бізде ең ерекше екінші орын иеленді. Соған лайк деп ойлайсыздар ма жалпы? Әрине. Өзін көрсете білді жалпы. Ал енді бағалайық. Қанша деген ұпайды бересіз? Мен бұларға 5 деген бала берем. Бал берем. Бал дейсіз. Балдарға ритмге жақсы түсіріпті. Ритммен шатаспай, жақсы айтты. Әні өзін жазған дейді. Және де балды айтсаңыз соны 5 па? 5 деп қойдым. Айтып өтейін. Және де тәтті балаларды одан бесілер бекер қып. Безер тігіп одан. Бал безер. Одан бекер тәтті қылып, әдемі қылып шығарған екен, жарайсыңдар. 5 деген бал. Ал Айжан апай сіз өзіңізге? Өз тобыма 5 деген балды беремін. 5. 4. 5. Крашай. Жалпы ақбота бөлімі Крашай не болған бүгін? Не ұнамын айтыр ол кісілерге? Жалпы екінші топтың қанжығасында 28 ұпай. Әзірше бірінші орында. Ал енді келесі кезек үшінші топтың визиткасына шоу жасалып. Сенде ма? Ей, олар 34 оқышы. Ал мен жалпы. Олар визиткаға орай. Сенде маған сөз қойал. Бірінші, екінші, үшінші орынды грамотты бересің, болды қой. Қой, мені әншейін алдап сен ойлайсың ба? Менде грамотасы көріп. Бұл еркек па, әйел ма? Қарны шыққан. Еркек қой ол. Еркек. Иә, көке қой. Басында бір тақиямы табылмады ма? Іздемепті да бұл. Әкет демесің, бәрі күледі деді осы. Кім күліп алды? Сен сұрақ қоя бермей, одан да сценарийіңді жаттап алсай, досты. Сен маған прикоста бермей, мына қарныма қарабаш, немде бәлем бұл танкым ұшып кеткен ба? Танкым ұшып кеткен ба деймін. Мына жерге сәт жаңғырдың суын бәрі жиналады ғой. Иә. Яснес, бәлі. Дебатшыларды қашан шақырамыз? Осының бәрін қояйық та, сол дебатшыларды шақырып барсын. Қыздар, мына жақта дебат қылайын деп жатыр. Бері келіңдер. Келдір. Болды.
енді үшінші топқа бірден қысқа нұсқа ой пікіріңізді айтсаңыз. Не жетіспеді? Өте жақсы. Өте жақсы, иә? Өте жақсы деп ойлаймын, өйткені мен өзіміздің көршілердің визиткасын көре алмадық. Сыртында, сахна сыртында дайындықта болған. Болыпты. Басында айтпайсыз ба, оны уақыт алайын. Ал. Үшінші топ дайындықтарда кезінде, ген репетиция кезінде күшті қылып көрсеткен негізі. Ойлағанбыз керемет бір жақсы дүние алып шығатын шығар деп. Оларда қате болған. Не выход па? Сол қате болды деп ойлаймын шығулары. Сонсыз шыға берулері керек еді. Адак былай барлық күші болды. Трамба деген жоқпын. Ал, өздеріңіз білетіңіздер, сасет көрмей қалдыңыз. Ал, бірінші топтың ұйымдастырушысы. Үшінші топтың былай визиткасын, репетициясын көрген жоқпын, бірақ кешке концертті көрдім. Мына Ақбота апай шыққан екен, шықты, негізі ол дұрыс, негізі примерно выход дұрыс, бірақ ол до конца тұрмау керек еді, ішіндегісін бағана шарт қылса керек еді. Дальше өздері эмоциясын, харизмасын көрсете керек. Ол кісі ішіндегі затын емес, көтінен жел шығарды. Ол күнде ма осы қой. Ал, енді бағалайық бірден. Опай. Үш. Өздеріңіз бір. Сіз? Үш. 5. Жалпы 8, 11. 16. 16. Жалпы үш топта 16. Шүкір. Ал енді соңғы младший топты қорытындайтын 4-ші топ. Қазір көреміз сіздерді. 3 точка көрінесіздер ма? Ал. Ал, енді 4-ші топ. Өздеріңізде қателіктер өте көп болған сияқты. Бізде қателіктер басынан бастасақ, атрибуттарымыз бар еді. Атрибуттарымыз шықпай қалды, өкінішке. Ол жоқ қой, значит. Иә, ол нәрсе жоқ, негізі. Ойда болған. Ойда болған еді. Және де балаларымыз ұран айту барысында кішкене сасқалақтап сөздерін ұмытып қалған жағдайлары бар. Солай. Оған кімді кінәлайсыз? Қасыңызда көмекші практикантты ма, әлде өзіңізді ма? Әлде екеуіңізді кінәлайсыздар ма? Ол біздің кінәміз шығар, мүмкін. Өйткені балаларды сахнаға шыққан кезде барлық бала сасқалақтайды. Жалпы сізде ұйымдастырушы ұстаздардың арасында ең үлкен дауыс қатқан колонка сізде ғой. Ол қалайша олай болды? Өкінішке орай колонкамды бір ұйымдастырушы ұстаз бұзып қойған болатын. Айдан апайды аша десеңізші. Айдан апай бұзып қойған болатын. Ақшасы төлемеді? Жоқ, ертең сұрамадыңыз да. Ертең берем деп әлі ақшасын қайтармайды. Осы мен кроссовкімді берген жоқ ой. Кроссовкімді құртып алып. Түрін қарасаң өзі жастардан әдем кроссовка болған. Қашан? Үттік. Жалпы Үттік. кім кінәлі соны айтсаңыз? Ешкім кінәлі емес бұл. Болды. Жюрилер кінәлі. Бағалайық. Өзіңізге деген бағаңыз. 3. Сіз? 2. Жалпы есеп бойынша 12, 15, 18. 18 ұпай болып тұр. Әзірше сіздер 3-ші орындасыздар. 4-ші орында 3-ші топқа сақ бердіңіздер. Енді жалпы бұлай айтқан кезде визиткаларыңыз өте күшті шықты. Мен музыкада отырмын ғой. Керемет шықты. Чем алдың ауысымдарға қарағанда. Бізде бір кісінің айтары. Өз тобыма баға бермедім ғой, сұрамадыңыз мен. Жалпы визиткаларыңыз өте керемет шықты. Ұнады. Бұлай қарасаңыздар, алдың ауысым балдың арағында бұл ауысым өте ерекше секілді. Мойындайсыздар ғой. Айту керек. Оларды мақтау керек. Алда тағы жағыс бар.
осы қателіктерді енді алдағы уақытта жасамайтын шығар деген үміттеміз. Жалпы бұл подкаст біздің ұйымдастыру себебі бір-біріміздің жаңағы ойымызды тыңдап, жалпы енді осы матчтың арасынан бізде ең ерекше топты жеңіп алған екінші топ қана, иә. Соған бір үлкен қошемет беріп қойыңыздар. Матч деген орын алмаған топтар да бар ғой. Хотя біздердің қанжығаларыңызда бір орын бар. Не істейсіздер енді алдағы уақытта? Алдағы уақытта белсенді болады деген сенімдеміз барлығымыз. Иә, Кіші топтарға сәттіңіз. Ал құрметті достар, осымен біздің кіші топтардың визиткасының подкасты бітті. Енді келесі кезек старший топта. Және де сіз қай топта болдыңыз, қай вожатыйда демалдыңыз, соны YouTube каналымыздың астына жазып бердіңіздер. Ауырмаңыздар.